Арақ ішкен әйел адамның кесапаты оның баласына ұрады дейді. Кейін сол баласы да маскүнем бір адамға айналуы мүмкін. Денесіне өйткен анасынан қалған әлгі арақтың уы сіңіп, ондай көп оқиғалар болады екен сондай өмірдің өзінде. Арақ ішкен адам еркектік қабілеті азаяды. Арақ ішкен адамның ғұмыры қысқа болады. Оны перзенттері сыйламайды, оны құрмет тұтпайды. Арақ ішуші адамның бұл дүниеде де, ақыретте де Алланың алдында өкініштері көп болады. Кейбір адамдар бар, намаз оқиды, бірақ арақ ішкен адамдардың қасында жай барақат отыра береді. Сондағы сылтауы, мен ішіп жатқан жоқпын ғой дейді. Ризай маасият баайн маасият деген сөз бар. Bir күнә іске разы болу, bir күнә іске разы болу, сол күнәні қылғанмен тең дейді. Егер Алладан шын қорықсаңыз, Алла тағала өзі сізді сол жерлерден ұзақ қып қояды. Шынайы Алладан қорыққан адамға وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Алладан шынайы қорыққан адамға Алла тағала шығатын бір есікті өзі дайындап қояды. Ешкімді ренжітпейтін қылып. Ондай харам нәрселер араласқан жерге отырмайтын қылып қояды Алла тағала ол адамды өзі. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті ағайын туыстар, сондай жамандық өзі харам еткен нәрселерден аулақ бір қауым болуды бізге нәсіп етсін.